Құрметті қауым, міне бүгін өзіміздің ақсақалға келіп отырмын. Атым Елемес, Дәулетбайдың баласымын. Фамилиям Беспай, үлкен аталарымыз Беспай болған. Менің екі әкем бар. Өйткені Дәулетбай деген әкем бар, оның кейін Дәулеткелді деген әкем бар. Ана Дәулеткелдінің баласы болмай, мен сол кісіге бала болып жүрген ер кезіне. Соның кейінді ол кісінің баласы болғаннан кейін мен оны қойдым бала болғанды. Бірақ жаңағы 10-шы классқа дейін сол Дәлкештің үйінде ол кісінің аты халық берген аты Дәлкеш. Жаңағы. Шырақшы. Мен туған жылым 40-шы жыл. Осы Лепсіде туғам. Декабрьде. Мына кісі менің жарым. Менен бір жас кіші. Екеуміздің қосылғанымызға ендігі жылы 50 жыл болады. 60 жыл де? 60 жыл болады. 60 жыл болады ендігі жыл. Ендігі жыл 60 жыл болады. Керейдің қызымын деді Тарыс ханымда. Толық ат жөніңіз? Толық ат жөніңіз қалай? Ләззат Қасымбайевна. Қасымбай қызы. Ләззат қызы. Ләззат. Қасымбай қызы. Жайдарина фамилия. 4 баламыз бар. Балаларыңыз аттарын? Балаларымыздың аты, үлкен баламыздың аты Марат, Алматыда жұмыс істеп жүр. Оның кейінгі қыз балам осында телекомда істейді, Раушан аты. Оның кейінгі балам Көксу ме? Көксу ауданы. Көксу ауданында. Балтықбек кенті. Балтықбек кенті. Сонда телекомның бастығы. Оның кейінгі қызым Алматыда тұрады. Міне балалар сол. Немерелер бар, шөбере бар. Шөбереміз бар. Бір немереміз осында бізбен бірге тұрады. Ұрпақтарыңыз мың жасаңыз аға. Енді бұны кейін кетіп қалдық кішкене жоқ. Енді сол жаңағы Тәуіп баба, менің әкем Дәлкеш. Бұл кісілер бірімен-бірі не деп айтайын, бірімен-бірі сондай тығыз байланысты болған. Мана Дәлкеш әкем жаңағы Көтен Тәуіп туралы бастадық қой, соны мен бітірейін. Оны мен сол Дәлкештің үйінде тұрдым ғой. Ол кісі сол кісінің шырақшысы болған. Көтен Тәуіптің. Көтен Тәуіптің өзі басы жаңағы басын тұрғызғанда, бұл 15-16 жылдары менің Дәлкеш әкем Базаралы деген болыс болған біздің, Садырдың. Соның несі болған, аға. Ақылшыз? Жоқ, аға, күреске түсетіндерді. Балуан? Балуаны болған сол кісінің. Оның кейін кішкене барымташысы да болған. Содан жаңағы Дәлкеш әкемнен соның барлығын мен естіп, көріп отырдым. Содан кейінде сол әкем туралы жаздым. Кейінде Дәлкеш. Енді Дәулеткелді ғой, бірақ халықтың қойған аты Дәлкеш. Содан бұл кісі 15-16 жылдары Көтен Тәуіптің басын тұрғызады. Тұрғызғанда бұл кісіге Тәуіп аян береді. Бір рет емес, 2 рет аян береді. Бірінші рет аян бергенде бұл кісі ол кісіні онша жаратпай, Дәлкеш әкем ешқайда бармаған екен. Бұл сонда 1915 жыл. 15-16 жыл. Екінші рет бір енді айтуға тура келеді, бір жылқы ұрлап келе жатқан екен. Барымташы ғой, 2 жылқы. Өзінің бір жылқысы бар. Содан біздің қыстағымыз мына 24 километрде Лепсінің бойында. Сол жерге қасындағы бейітке келіп, ана кісі түней, боран соғып тұрады. Содан кейін түнегенде сол енді күн суық и ұйықтап қалады.
тәуіп бұл дәл кешекеме тағы да аян береді. Сен мына жыл аттарды таста, апарып бер қайтадан. Мынаны қой, бұның жарамайды дейді. Сонан ана кісі ояна кетеді. Ояна кетсе, ешқандай қар да жоқ, ештеңе де жоқ. Содан екі атты апарып береді. И ауыл неде мына Мыңжара деген жерде, Бақалының қасында. Соған келеді де осындай деп әкесін айтады, әкелеріне. Енді үлкен екі әкесі болған. Баймұхамбет деген и Дәулетбай. Сол кісілерге айтады, осылай, маған аян берді ана кісі, маған шырақшы боласың деп айтты дейді. Енді ана кісілер айтады, енді өзің біл. Соның кейін шешесіне кеп айтады, анасына. Анасы айтады, әй балам, бұл жақсы не емес. Егер бармасаң, шырақшы болмасаң, сен ауырасың, не өлесің дейді. Ана кісі. Соның кейін бар дейді. Жарайды, ендіше деп келісім береді әкем. Сол жатқан жерінде түнде аян береді ана кісі. Осындай жерге барасың. Енді білмейді ол қай жерде екен. Атаның көтен тауықтың қай жерде жатқанын білмейді ана кісі. Содан кейін ана кісі аян береді. Осындай жерге барасың, жерде менің бейітім бар, соны қоясың, басын тұрғызасың дейді. Содан ана кісі келіп, енді не істеу керек? Ана басын тұрғызу керек қой. Бейітті, сонда бейіт, ана кісінің бейіті көрінбей қалған екен. Әдейі жасаған. Ана қалмақтар алып кетпесін деп әдейі жасаған. Содан жаңағы жезделері бар, ағайындары бар, барлығын шақырады да, бұны қалай тұрғызамыз бізден? Содан кейін айтады, қамыстан тұрғызу керек. Басқа не жоқ, шықайды тұрғызатын. Содан ана кісі ұйықтап кетсе кешкісін, баба аян береді. Мына өзеннің бойында қамыс бар, соның арасында кетпен жатыр. Қамысты барып шабасыңдар. Соның кейін ертеңінде сендерге қамыс жинайтын керуен келеді дейді. Бұл кісілер соның кейін жаңағы қамысты шауып, ертеңінде уже күн батып бара жатады. Соның кейін күн батады. Ертеңінде сағат, енді сол қай уақыт екенін білмеймін. Шай ішіп отырғанда жаңағы керуен келеді. Ол керуенді бұрын Ақшом дейтін. Бұлар мына көпірлік жақтан шығып, көпірлік жақтан не алады? Тұз алады да, соны тиеге артып, мына жаққа апарып айыр бастайды. Соның кейін кісілер айтады, енді шай ішеді, шай ішіп болғаннан кейін айтады, біз енді баруымыз керек еді. Оған біз енді жете алмай қаламыз кешкісін. Біз онында жүріп кетсек дейді. Жарайды, ендеше дейді. Содан бір жарты сағат деген қайтып келеді. Мына түйелер жүрмей қойды дейді. Содан сол түйелерді жаңағы тұздарын түсіріп, мына қамысты әкеп, бейіттің басын тұрғыза бастайды. Бейіттің басы, енді оны бір қағазға жазбасаң қалай нетесің? Бейіттің басы бұлай домалақ. Домалақ болғанда соған шарбақ жасаған. Бірінші шарбағы жас талдан, кәдімгідей ана шарбақ дегенді білесің бе? Білем. Сол шарбақ. Содан кейін оның қасына 40 сантиметрден кейін екінші шарбақ жасалынады. Соның ішіне қамыс салынады. Мынау как раз сол қамыспен көтеріледі. Содан кейін жаңағы кісі бойы көтерілгеннен кейін ана сол жаңағы қамысқа ағаш нелерділіп, оны қазақша не дейді енді бір? Сырық дейді. Сырық, иә. Сол сырықты үйіп, ана жерге бір жерге біріктіріп, басын байлап, сырықтың сыртын түгел қамыспен неді. Сөйтіп бұл кісілер бітіреді. Содан сол жылдан бастап әкем сол жерде шырақшы болған. Енді 50 жылға бір жыл жетпей қалды ма, сондай бар.
қалған жылдарының барлығы Дәлкеш әкем сол жерде шырақшы болады. Ал енді сіз қалай Дәлкеш атаға бала болғаныңызды айтып беріңіз. Енді Дәлкеш әкемде өзінде бала жоқ болды. Менің әкемде 2 бала болды. Елубай, мен елемес. Содан кейін мен сол Дәлкешке бала болып бердім. Ол кісі, бұл кісілер Лепсиден 10 километр жерде ауыл болған. Şu жерде тұрдық біз. Менің әкемде, Дәлкеш әкемде şu жерде тұрдық. Кейінде Дәлкеш әкем Лепсиге көшті. Сонда сіздің әкеңіз бен Дәлкеш ата сондай бауыр ма? Бауыр. Бір туған ғой, Бір туған. Дәулетбай 3 жас үлкен. Баймұхамбет тағы 3 жас үлкен. Сол 3 аталар. Өзі Бесбайдың балалары 11 бала болған екен. Соның 9-ы ғана қалған. Ол да тәубе 9 ба. Ол кісілер. Сол Дәлкеш әкем сөйтіп шырақшы болып берді. Ата шақырып дейді, тұра салады да кетіп қалады. Сонда енді таң қаласың. Мәшине жоқ, ештеңе жоқ, қалай кетіп қалады? Ол кезде мәшине деген бірлі жағын ғой. Сол кетіп қалады. Кететті 2-3 күн жатып сонда, соның кейін бір күні қайтады. Таң қалдым, бағана мына жерде жиналыс болды, Бөрлітөбенің 90 жылдығын тойлаймыз деп. Сонда бір жігіт келіп, мені құшақтап, сіздің атаңыз мені тудырған екен дейді. Жаңа Дәлкеш атама келген ғой, шешесі, бала таппай. Содан жаңағы сөйлерді қонып, сол кісі балалы болып, жаңағы жігіт содан туған екен. Міне, қараңыз. Сондай кісілер өте көп. Мына мен жазған ненің ішінде, кітаптың ішінде Қайне деген кісі бар. Ол кісі де сондай, неше жыл бала таппаған. Содан кейінде атаның басына барып, жаңағы малын сойып, Құран оқытып, содан бала тапқан, содан кейін 3-4 баласы болды. Міне солай атаның басы. Көтен тауыптың. Бұны естідің бе, естімедің бе, оны өзің білесің. Енді арғарай қозғайық. Содан бұл кісі сөйтіп шырақшы болып жерді. О кезде милиция бар, прокурор бар. Бармайсың, өйтпейсің дейді. Ой, бір не болды ғой? Иә, қиын кез ол кезде. Баба қорқпа деп айтты дейді де жүре береді. Сол жаңағы сондай кісілер бар, ауырған кісілер, бастары ауырған кісілер келіп жатады. Содан кейін мына қан алады. Қарықтық деген несі болады әкемнің? Қарықтық деген. Мына жерге басқа қояды. Шертіп жібереді. Шертіп жібереді. Содан кейін тағы бір несі болады? Қарықтық. Соның мүйізден жасалған мына жерге қояды. Қояды, қанды сорады. Сол жаңағы бір өзбектің атасы келіп жүрді. 3-4 жылдан кейін келіп отырады. Ана кісі, менің әкем, соның несін алады. Қанын алып отырады. Қанын. Мына жерде қарықтық деген бар. Қарықтық деген мына балта сияқты. Иә, көргім. Соны мен ана жерде тазалайды. Соны кейін ананы қойып қанын шығарады. Кішкентай кешені алып барамыз біз, ол кезде бармыз. Кішкентай кешеге қан отырады да. Бітті, сонымен ана күлді алады да. Менің әкем сондаймен нететін. Айналысатын. Сонан кейін басқа енді үйлерге барып, ауру болған кісілердің үйлеріне барып жүрді басында, жас кезінде. Сонда барғанда айтады екен, мынау өліп кетеді. Мынау үйтіп кетеді. Сонан кейін әкелер ұрысып, сен дұрыстап айт былай, адам құсап. Бетке айта сама дейді ғой. Ана үйдің кісілеріне ол болады деп. Сонан кейін дұрыс неге келген екен әкемнің өзі. Енді арғай тағы да кішкене айтайын, оны бөгісі қобыздықтар. Қобызды енді қайдан үйренгенін оны білмеймін. Қобызды өздері жасаған, екі әкем отырып жасаған жидеден. Қобыз әлі бар,
Elde Дәлкеш әкемнің айттым ғой, кейінде қыз бала туды. Екі бала туу керек екен Дәлкеш әкеме. Ұл бала, қыз бала. Орақ балға деп қою керек екен. Соны анамыз түсіп тастапты, ұл баладан. Ана қызы туып, қызы қазір әлі бар. Сол Лепсиде тұрады. Қобыз сол жерде тұрады. Қобызды енді айына бір-ақ рет тартқан уақытта жаңағы қазақ үйлері ғой енді. Айтыңыз. Киіздің барлығы алынады. Содан кейін от жағылады да, отты басқа жерге жағады. Сөздің шоқтарын әкеп жаңағы ортаға жинап қояды. Қып-қызыл шоқтар. Содан кейін сол шоқ уже жиналып болғаннан кейін ана кісі келіп қобызын оқиды. Енді қалай деп айтайын, 1,5 сағат оқиды қобыз. Соны енді біздің енді білместі ол. Сол кезде магнитофонда ол. Соны жазып алатын адамбыз, оны жазғанымыз жоқ. Сөйтіп тартады. Қасымыздағы көршілердің барлығы жиналады, көрші қолың балалардың барлығы. Отырып, тартып біткеннен кейін ал болдым дейді, содан кейін шығып кетеді барлығы. Ол кісінің енді менің анама бір айтқан несі бар. Бұл кісі бір қобыз тартып отырады ғой. Сонда жеңгелері күліп бірдеңе, енді сондай бір дұрыс бір нене жасаған ғой. Соны ана кісі алыпты да, қызыл шоқты сол күймен қолымен алып әйелге лақтырып берген. Сонда әйелдің де беті күймеген, ана кісінің де қолы күймеген. Міне қараңыз. Сондай. Енді басқа енді не айтайын? Көтен Тәуіптің жаңа шын аты қалай екенін айттыңыз ғой, соны айтып берсеңіз. Көтен Тәуіптің аты Байғұтан. Байғұтан ұлы Қойлыбай. Бұл енді жаңағы сен оны басқа елден жазған шығарсың, қай жерде болғаны, не істегені Тәуіптің. Жоқ, сізде білгеніңіз айта беріңіз, өйткені әркім әртүрлі айтады ғой. Әркім әртүрлі. Біреу қосып айтады, біреу кем айтады. Мен соны әркімнің айтқанын солай кіргізіп отырмын. Соның іштен несі анығы шығады ғой, ақиқаты. Кейбіреулер мұтқап мүмкін кем айтып қояды, біреулер қосып жіберуі мүмкін. Енді онысында... Енді әкесінің айтқанын айтады, әкесі. Не айтты, соны айтады. Кенес ағаға рахмет Лепсін. Сол кісі маған тауып беріп айтып отыр, оның осындай ақсақалы бар. Әпсі мен білмейді екен. Кеңес, біздің құда ғой. Сол Көтен Тәуіп туралы енді ол кісі бейіттің алдында келген кісілер жататын жер бар. Оның соның кейін сол бейіттің ішінде Тәуіптің жыланы болды. Ондайды естіппен. Естігім бар, қастарды естігім бар. Көргендер көп бар. Сол кейінде мұна нелер дұрыс жасамады. Бетон салып жер, бейтті, неше түрлі. Бұл кісінің енді шынына келсек, бұл кісінің Тәуіптің басын дұрыс жасамады мұналар. Жоқ, тұрғызғаны барлығы дұрыс. Бұл кісінің жоғарғы жақта сай бар. Тәуіп сай дейді, су ағып жатады. Содан суды тартты ғой. Бұл кісінің басы соған қарап жатқан. Мен әкем соған солай тұрғызған, солай жатқызған. Бейітті де солай жатқызған, жасаған. Кейінде оны топырағын алып тастап, топырағын алып былай қаратып, күн батысқа қарай жасадық қойды. Біз енді оны айтты, оған неше түрлі шырақшылар болды ғой. Шын шырақты болмайды. Шырақшыны Тәуіп береді. Біздің әкемізге Тәуіп берген. Онан кейін әкем қайтыс болғаннан кейін бір үлкен кісіге берді. Онан кейін Бижамал апа болды. Бижамал апаларым болды. Онан кейін ол кісі ешкімге берген жоқ шырақшыны. Мен өз әкемнен кейін естігендерім бар. Бұл кісі
жас кезінен тәуіптігі болған. Сол алғашқы бұл кісі мына Көтен Тәуіп деген атын мына Қабанбай батырдың сарбазын емдеген дейді. Оны енді бірталай жерде жазады өзі. Мен енді соның бір жерден оқығанымда бар, әкемнің айтқанында солай. Сол жерде жаңағы Көтен Тәуіп деп аталады екен ана кісі. Соның genегі жалаңаш дегені бір кісіні емдеп жатады. Иә, қазақ үйдің ішінде. Иә, сонына кірген кісілер көреді ғой, жалаңаш деп жүрген. Содан бұл кісіні жалаңаш деп кеткен екен. Енді ары қарай енді оның басқа енді ондай әге жасаған енді оны туыстары жазса оны дұрыс болар еді дер кезінде. Мына Көтен Тәуіп атамыз өзінің туыстарының бір-екеуіне не берген? Аян берген. Аян берген. Ол кісілер ете алмаған. Жасай алмаған. Содан кетіп қойып жүрген. Содан қайтып келеді. Қайтып келгеннен кейін соларға баба шақырып жатыр дейді, тағы кетеді. Сонда қандай машинамен кетеді, қалай жаяу кетеді, оны біз білмейміз. Үй тура тас жолдың шетінде. Тас жолдың шетінде мына үй, тас жол мына жерде. Сонда қалай кетіп қалғанын байқамайсың. Өмір деген сол. Содан 50 жылға дейін шырақшы болды. Лепсіде мына бұрынғы көрген кісілер мына Талдықорған өңіріндегі кісілердің барлығы біледі. Аудандағы не еткенде атын Дәркеш деп. Дәркеш аты. Иә. Бұл зиратта сол ана жолдың бойында емес па? Жолдың бойында болғанда ана Көтен Тәуіптің ар жағында. Өзінің несі болған бізге берген. Ана қасына қоясыңдар, менің басымды тұрғызбайсыңдар. Кірпіш аңдайын керек жоқ. Бетонмен айналдырып қоясыңдар көтте деген. Біз соның кейін ана бейт сала бастады ғой. Сонда ана жігіттер айтты. Ана кісінің де жасайық. Лепсінің балалары ғой. Оған біз орақ екеміз жоқ болмайды. Өйткені әкейдің айтқан осылай. Өсиеті бар. Өсиеті осы деп біз оны жасатпадық.